Сәлеметсіңдер ме? Ханшайымдар мен ханзадалар. Бүгін қазақ тілі сабағының 20 сабағын өтеміз. Тақырыбымыз мәтіннің түрлері. Бүгін мәтіннің түрлерін ажыратасыңдар. Шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып, жауап беретін боласыңдар. 23-ші жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді оқы. Мәтінде не туралы айтылған? Қант пен тас. Кішкентай Болаттың қолындағы бір шақпақ қант байқаусызда жерге түсіп кетті де, домалап барып, сонадай жерде жатқан тасқа соғылды. Шекең ауырды ма? Деді тас масаттанып. Өзің келіп соғылдың ғой. Ауырған жоқ, деді қант ақырын ғана. Мен байқаусызда саған соқтығып қалдым. Соған да мақтанасың ба? Мақтанғанша, мақтанбағанда ше, бұдан былай байқап жүр. Менің денемнің шойындай қатты екенін біліп қой. Оның несін айтасың, деді қант. Әркімде бір қасиет бар. Сен қатты болсаң, мен тәттімін. Ендеше, білсең айта қойшы, деді тас. Қатты жақсы ма, тәтті жақсы ма? Бұл екеуінің сөзін тыңдап тұрған Болаттың атасы күліп жіберді де, негізінен тәтті жақсы, бірақ реті келгенде қаттының да қажеті бар, деді. Енді сұрақ, ол мәтіннің қай түрі? Мәтін бөліктерін тап, сұрақтарды жалғастыр. Неге тәтті жақсы деген сұрақтарды жалғастырамыз. Мәтін пайымдау мәтіні. Сұрақтарды жалғастыратын болсақ, неге тәтті жақсы? Екінші, қаттының қандай жақсы жақтары бар? Үшінші, қант неліктен тасқа ренжіді? Төртінші, тастың мақтанғандығы дұрыс па деген сұрақтар құрастырсақ болады екен. Енді балалар, 24-ші жаттығу, суреттерге қара, оқиға неден басталады? Оқиға қалай өрбіді? Әрі қарай не болды? Немен аяқталды? Әңгімелеу мәтінін құрап жаз, ол үшін өңір беттегі әңгімелеу мәтінін құраудың нұсқаулығын басшылыққа ал. Енді жауап. Қант пен Марат көбелек қуып, ойнап жүріп, ұясынан құлап түскен балапанды көрді. Олар кішкентай балапанды ұясына салу керектігін жөн деп санайды. Балалар өздерінің қайырымды іс жасағандарына риза болып, балапанды қызықтап тамашалайды. Деп сюжетке қарап мәтін құрастырдық. Келесі 21-ші жаттығу. Суретке қара, қай құс бейнеленген? Қарлығашты сипаттау үшін. Бірінші, оның ерекше белгілерін ата. Енді бірден жауабын айта кетейік. Бірінші, оның ерекше белгілері тұмсығы қысқа, әрі кең, езулерінің арасы алшақ, қанаттары жіңішке, ұзын айыр құйрықты кішкене ала құс. Екінші, сұрақ, сипаттау дәл әрі анық болу үшін қандай сөздерді пайдаланатыныңды ойлан. Жауап, қарлығаштың қауырсыны тығыз, жотасы қара түсті жылтыр, жүні жұмсақ, қарлығаш адамның досы, жанашыры. Қай кезде де қамқор болып жүретін адал құс. Үшінші сұрақ, оған өз көзқарасыңды білдіруді ұмытпа. Қарлығаш құстың киесі деп өз көзқарасымызды білдірдік. Енді тағы да сұрақтарды оқиын. Қайсы шешімді табуға бағытталған сұрақ деп ойлайсың? Ойыңды дәлелдеп. Қарлығаштың түсі қандай? Қарлығаштың түсі қара. Қарлығаш ұясын неге үйдің ішінде салады? Жауап, қарлығаш адам өмір сүрген аймақта тіршілік етеді. Кейбірі ұясын үйдің ішіне де салады. Оның себебі әртүрлі жыртқыштар адам тұрған жерге жоламайды. Сол арқылы қорғанады екен. Үшінші сұрақ, қарлығаш неге қыстап қалмайды? Жауап, себебі күн салқындағанда жылы жаққа ұшып кетеді. Олар суыққа шыдамсыз болады. Күн жылығанда қайтадан ұшып келеді. Келесі 26-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме?
Боданбек пен Шоғанбек үйелмелі-сүйелмелі. Екеуі бірге туылғанмен, ішіндері де, мінездері де екі басқа. Боданбек ақ құба өңді, жұқалтаң, қағілез. Ал Шоғанбек жалпақ беттеу, тотыққан қызыл қоңыр, жұп-жұмыр, төртбақтау. Боданбектен жасы үлкен болса да, бойы 3 еліде аласа. Боданбек елгезек, жан-жануарға жаны ашығыш, күшік көрсе де, мысық көрсе де, тимейді, қыңсылатып ұрмайды, құйрығынан сүйреп бажылдатпайды. Енді сұрақ, екі баланы салыстыра сипаттауда қандай сөздер қолданылған? Олардың пішіні мен мінезінде айырмашылықтар бар ма? Қарамен жазылған сөз сипаттауда қандай рөл атқарып тұр? Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар қарастырып көр. Бұл мәтініміз сипаттау мәтініне жатады, иә? Ақ құба өңді, жұқалтаң, қағілез, жалпақ беттеу, тотыққан, қызыл қоңыр, жұп-жұмыр, төртбақтау, бойы аласа, елгезек, жаны ашығыш. Олардың пішіні мен мінездері айырмашылықтар бар. Оның барлығы не сипаттап тұр, яғни сипаттау мәтіні. Сұрақтар қарастырсақ, Боданбек қандай бала, Шоғанбек қандай бала деп сұрақтар қарастыруға болады. Келесі 27-ші жаттығу, соңғы жаттығу. Кестенің көмегімен сипаттау мәтінінің ерекшеліктері тақырыбында хабарлама жаса. Сипаттау мәтінінің ерекшеліктері. Сипаттау мәтіні дегеніміз зат, не құбылыстың негізгі белгілерін көрсетеді. Сипаттау мәтіні пейзаж көрінісін, портретті, интерьерді, адам мінезін сипаттайды. Сипаттау мәтіні қандай деген сұраққа жауап береді. Тірек сөздер, сын есімдер. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнап, қателеріңізге жараған болса, лүпіл басып, арнаға жазылыңыздар. Лүпіл басу тегін, сондықтан аямай лүпілді баса отырыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.